Ерке ТВ каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Көбелек қалай пайда болады? Бүгін сол туралы білетін боламыз. Біріншіден, аналық көбелек өсімдік жапырақтарына кішкентай жұмыртқа салады. Жұмыртқалар көбелектің түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Содан кейін жұмыртқалар өсіп, құрт шығады. Шынжыр табандары мен жапырақтарды жегенді жақсы көреді және тез үлкейеді. Олардың бірнеше дене сегменттері алдыңғы жағында 6 шын аяқтары және әдетте ішінің бойында бірнеше жұп кішкентай аяқ тәрізді заттары бар. Одан кейін көп жегеннен кейін құрт өзгеруге дайындалады. Ол өзін қорғау үшін хризалис деп аталатын арнайы қабық жасайды. Хризалистің ішінде құрт әдемі көбелекке айналады. Ал бір күні әдемі көбелек пайда болады. Сіздерге көбелек қалай пайда болатыны туралы видео ұнаса, каналымызға тіркеліп, видеолармен бөлісіп, лайк басып отырыңыз.